Сәлем достар, қазіргі заманда кез келген сатылатын затқа өз сатып алушысы табылады. Суреттерін қылқаламен бір-екі рет өткізіп, соны өнер туындысы деп айтып, миллиондаған долларларға сатып жатқан суретшілер тұрсын. Қарапайым адамдарда еш бағасы жоқ, түкке тұрмайтын заттарды сұмдық қымбат бағаларға сатып табыс көруде. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін қымбатқа сатылған, еш пайдасы мен құндылығы жоқ заттарды көрсетеміз. Кейбір кездері үйдің іші шамадан тыс ыбырсып кеткен кезде, жинауға жалқауланып бөлмедегі ығы-жығыны біреу жинап берсе ғой деп ойлаймыз. Ал британиялық Трейси Эмин атты жасөспірім бұл жағдайға стандартты емес жағдайдан қарап, шашылып жатқан бөлмесінің көрінісін сатып жіберді. 1999 жылы Трейси қоқыс пен депрессиялық атмосфераға толы бөлмесінің көрінісін нақтырақ айтатын болсақ, шашылған төсегі мен қалдықтарын $150,000 сатып жіберді. Ал оны сатып алған адам ығы-жығыны қайта сату барысында өз қалтасын $4 миллион кеңейтті. 2004 жылы Диана Дейзер атты әйел адам үйдің бір қуысында табылған 10 жылдық көк басып кеткен бутербродын $28,000 сатып жіберген. Шіріген бутербродтың бағасы неге соншалықты қымбат деп ойлап отырған шығарсыз. Жай ғана нанды басып кеткен көк христиан дінінің сену нысаны иконаға өте қатты ұқсап қалған. 1977 жылы атақты Элвис Пресли әншісінің көмекшісі солтүстік Каролинада өткен концерттен кейін Элвистен кейін қалған ыдыстағы суды $455 сатып жіберді. Аукционда сатылым сәтті өтіп, екі жақты керекті затына ие болды. Жалпы атақты адамдардан кейін қалған заттарды аукциондарда сатып жатқан жиі байқауға болады. Солай The Tonight Show бағдарламасына келген Скарлетт Йохансонның қағаз майлығы, яғни салфеткасы, сондай бір аукциондарда $5,300 сатылып кеткен. Бұл қағаз майлықты кім және қандай мақсатпен алғаны белгісіз. The 100 атты таңғы бағдарламаға келген Джастин Тимберлейкке ас ретінде тостерден шыққан нанды береді. Бағдарлама өз аяғына жетіп, ал нан сол бір тістелінген күйінде қалады. Бірнеше сағаттан кейін сол нанды eBayден 19 жасарлық фанат $1,025 сатып алады. 2007 жылы Бритни Спирс жұртты өзіне қайта қарату үшін жоқ жерден шу көтеріп, шашын тақырлатып алып тастайды. Бритни Спирстің хайптық іс-әрекетін бүкіл әлем талқылап жатқан кезде, шаштараз Бритни Спирстің қалдық шаштары мен орында асығыста қалдырылып кеткен заттарды аукционда $1 миллион сатып жібереді. Достар, мен қазір осы видеоны дыбыстап өзім таң қалып тұрмын, сол шаш кімге керек десеңізші. Жарайды жұлдыздардың шаштары, жарайды қалдық заттары мен тағамдары. Енді жұлдыздардың демін де сатып алуға болады екен. Интервьюер Анджелина Джоли мен Брэд Питттен сұхбат алған кезде, микрофонның орнынан арнайы ыдысты жақындатып, екеуінің демін жинап алған. Анджелина Джоли мен Брэд Питттің демі аукционда $530 сатылып кетті. Достар, ешқашан өзіңізге кумир жасамаңыз. Белгілі бір адамдарда атақ болады, бірақ олар да біз сияқты пенде. Олардың бізден еш қажері артық емес. Жұлдыздарды бір тұтудың қажеті жоқ. Жыланға ота, яғни операция жасау барысында оның ішінен 2 гольфке арналған доп шығады. Бидалону атты питонның ішінен шыққан доптар аукционда $1,400 сатылады. Менде тек екі-ақ сұрақ. Осындай заттарды сату адамдардың ойына қалай келеді және кім оны сатып алады? Ал кейбір адамдар мүлде аукционда өз дене мүшелерін жарнамалық орын ретінде сатады. Солай Юта Кари Смит атты әйел адам $10,000 үшін өз шекесіне сайттың атын татуировкамен мәңгі таңба етіп қалдырды. Достар, ондай адамдар аз емес. Кентукки штатында жас жұбайлар өз баласының есімін қоюын сатып жіберді. Бұл ерекше сәтті кім өткізіп алмай бала есімін қоюды сатып алды деп ойлайсыз. Әрине, осындай ақымақтармен қолданып үйреніп қалған Golden Palace сайты. Енді байқұс баланың есімі сайттың құрметіне қойылған. 2011 жылы аукционда ерекше сурет сатылады. Бір қызығы, ол ешқай жерде салынбаған. Сурет суретшінің ой қиялында ғана бар, және ол оны тек сатып алушыға ғана сипаттап бере алады. Бұл ерекше өнер туындысының бағасы $10,000 тең болып шықты. Осы оқиғадан кейін арнайы елес өнер атты мұражайлар ашылып, ол жерде суреттердің орнынан тек қана қиялдар шығарыла бастады.
Осы суретшілер кез келген қоқысты өнер туындысы деп сатып жібере алады екен. Мен қазір тура мағынада айтып тұрмын. Джастин Женек атты суретші көшедегі қоқыстарды арнайы пластиктік қорапқа салып, әрқайсысын $10 сатуда. Бұны аз баға деп ойласаңыз, алдыңызда жай ғана көше қоқысы тұрғанын ұмытпаңыз. Достар, сауда-саттық, күнделікті іс-әрекет болсын, не істесеңіз де ойлап істеңіздер. Бұл сөздерді тұрақты көрермендеріміз жақсы білетін шығар. Сондықтан достар, әр ісіңізді дұрыстап тұрып ойлаңыз. Ал егер бүгінгі видео сізге ұнап жатса, каналдың дамуына көмек етіп, лайк басып, пазл каналына жазылып, өз достарын шақырып, мына жердегі қоңыраушаны басуға ұмытпаңыз. Сонда біздің шығып жатқан әр видеоларды ең бірінші болып көретін боласыз. Сонымен қатар біздің ВКонтакте тобымыз бен Инстаграмымызға және басқа YouTube арналарымызға жазылып, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Барлық сілтемелер сипаттамада және бірінші комментарийде. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.